Ассалаумағалейкум, мен есімім Мираш Мадияр. Мен осы Береке ауылындағы Береке негізгі мектебінде оқимын. Менің жасым 14-те. Осы Береке мектебінде ФК Береке клубы ашылды. 2022 жылы мен сол клубқа орналастым. Және де сол кезден бері капитан болып келемін. Міне бұл аттың үстіндегі ат әбзелдері. Бұл жүген. Жүгенді атты басқару үшін оған тізгін жалғанады. Тізгінмен атты бұруға және де тоқтатуға болады. Тағы да бұл ертоқым. Ертоқымға міну үшін үзеңгі жалғанады. Ал ертоқымды қысу үшін мына жерінде айылдары болады өзінің арнайы. Ал мен мектептен тыс тағы да жақсы көретін ойыным осы жылқымен жүру. Жылқымен жүру кезінде біз әртүрлі көкпар сынды ойындарды ойнаймыз. Оған команданың барлық ойыншылар жиналады. Біз жаттығудан кейін не болмаса сабақтан кейін Береке командасының балалары болып аса үйретеміз, не болмаса көкпар, атпен ойнайтын ойындарды бірге ойнаймыз. Негізінен ауылда тұрғаннан еш өкінбеймін. Себебі мұнда таза ауа, ешқандай кептеліс жоқ. Барлығы бір-бірімен араласады, көрші-қолаң, барлығы бір-бірімен ойнайды мысалы. Мысалы таңертең тұрдың, айранды ішесің, қасында құрт, тағы да осы жылқының қымызы бар, шұбатты бар, тағы да сүт ішесің. Менің сіздерге бір шумақ өлең болсын. Төбемізде бір Алла Құдай тұрсын, нағыз қазақ жибіңа қалай мінсін. Қазақтың жүзі құсы тұрған кезде, сол тұраған жиптарың бұлай тұрсын. Бапкеріміздің жоспарлап отырғаны тағы бір оқу жаттығу жиынын өткізсек деп отыр. Сүлет ауылында соған дайындалып жатырмыз. Ат деген ол ер қанат деп айтады қазақта. Мысалы, жипқа мінсең риза боласың, атқа мінсең риза боласың дейді қазақ халқы. Ауылым,